Әлем мұнай экспортына тәуелділікті төмендету үшін жылдан жылға жаңартылып отыратын және егін алқаптарында өсіруге болатын жаңа энергия көздерін табуға ұмтылуда. Астықты биоэтанолға, яғни бензинге қоспа ретінде өңдеу болашақтың жаңа отын түрі болуы мүмкін. Бұл өзінің ызғарлы климатымен ғана емес, мол астығымен де белгілі солтүстік Қазақстан экспортының перспективалы бағыты. Астықты алқаптың ортасында автомобиль жолдарының қиылысымен ірі темір жол тармағының бойында орналасқан Тайынша қаласында бүгінгі күні Bio Operations атауымен белгілі биохимиялық зауыт іске қосылған. Bio Operations зауытында биоэтанол өндіру Қазақстанға әлемдік нарықта жаңа тауарға ие болуға мүмкіндік берді. 2022 жылы Еуропаға экспортқа биоотынның алғашқы легі 5000 тонна биоэтанол жіберілді. Бұл Қазақстандағы бірегей жоба деуге болады. Себебі бүгінгі күні осыншама көлемдегі биоэтанолды тек аталмыш компания ғана өндіруде. Завод Bio Operations, он был запущен в 2006 году. Bio Operations зауыты 2006 жылы іске қосылды. 2006-дан 2010 жылға дейін зауыт жұмыс істеді. 2010 жылы оның жұмысы тоқтады. Зауыт банкрот деп танылып, 2017 жылға дейін тоқтап тұрды. 2017 жылы Казфуд Products корпорациясы зауытты сатып алып, өндіріс қуатын қалпына келтіре бастады. Қазіргі кезде барлық өндірілетін өнімді шығарып, жұмыс істеп жатырмыз. Зауытта өндірілетін өнімдер Қазақстан мен шетелдерге шығарылады. Экспортталатын елдердің ішінде Өзбекстан бар, оған кебек сатылады. Бидай, глютені мен крахмал Үндістан, ақш, Колумбия, Нидерланды, Түркия, Италияға экспортталса, биоэтанол Ұлыбритания мен Бельгияға жіберіледі. Bio Operations зауыты бүгінгі күні қалдығы аз технологияға енгізілген кәсіпорын. Мұнда кешенді түрлі өңделген шикізаттың барлық компоненттері әртүрлі өнім өндіруге қолданылады. Завод работает 330. Зауыт жылдың 330 күнінде жұмыс істейді. Өндіріске орналған негізгі шикізат жұмсақ сұрыпты бидай. Зауыт жылына 280 мың тонна бидайды өндіруге әзір. Қазіргі кезде күніне 700 тонна бидай өңдейміз. Өндіріс қуатының 75% ғана жұмыс істейді. Мы работаем где-то на 75% мощности. Үздіксіз өндіріс пен экспорттық келісімдер бойынша тапсырыстарды уақытында жеткізуді қамтамасыз ету үшін зауытқа тұрақты шикізат қоры мен дайын өнімдер қажет. Бұл мәселеде айналымдағы қаржыны толықтыру үшін Қазақстанның даму банкі Bio Operations жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жаңартылып отыратын несие желісі түріндегі тиімді несие құралын ұсынып елеулі көмек көрсетті. Экспортное финансирование отечественных экспортеров. Отандық экспортерлерді экспорттық қаржыландыру жаңартпалы негізде жүргізіледі. 3 жылға жаңартылған несие желісі ұсынылады. Бұл жағдайда транш мерзімі компанияның қаржылық цикліне байланысты. Біздің мысалымызда транш мезгілі 12 ай. Бүгінгі күні зауыт тұрақты жұмыс істеп тұр. Түсімі де бар, өнімдерін көптеген елдерге жібереді. Жалпы алғанда өзін-өз ақтайтын табысты кәсіпорын. Компания өткізу нарығымен көлемін ұлғайтып жатқандықтан, біз одан әріде қолдауға ниеттіміз. Банк развития Казахстана дал нам оборотные средства. Қазақстанның даму банкі шикізат алу үшін бізге кредитке айналымға қаражат берді. Өндіріске қаржының басым бөлігі шикізат алуға жұмсалады. Банктың қолдауының арқасында біздің зауытымыз үздіксіз жұмыс істейді. Өндірілген өнімді біз экспортқа шығарамыз. И реализуем его на экспорт. На данный момент идет производство биоэтанола. Қазіргі кезде біз биоэтанол шығарудамыз. Нақты уақыт режимінде брagaтрифакия процесінің жұмысын бақылауға болады. Бұл материалды қабылдау және одан дайын өнім алынады. Биоэтанолды сатып алушылар негізінен ірі отын өндірушілер. Олар спиртті бензин мен дизельге қосады. Бұл қоспа октан санын арттырып, зиянды заттардың бөлінуін айтарлықтай азайтады. Әлемде биоэтанолдың өндірісі жылдан жылға артуда. Қауіпсіз, таза, тұрақты энергия алу трендінде ол бензинге балама болулады. Сондықтан алдағы уақытта оған ұсыныс төмендейді. Любые отходы, производящие... Өндірістің қайбір учаскесіне шыққан қалдықтар келесі учаскеде оған шикізат болады. Нәтижесінде біз протеин қосылған көмірқышқыл газды құрғақ, азықтық бар, яғни биоэтанол аламыз. Көмірқышқыл газ алу кезінде де бөлінеді.
Біз оны да жинап алып сұйытамыз. Соңында газдалған сусындар өндірісінде қолданылатын сұйық көмір қышқылын аламыз. Углекислоту, которая используется, например, в производстве напитков газированных. Барлық процесстер 5 цехта жүргізіледі. Мұнда элеватор, диірмен кешені, крахмал цехы, биоэтанол өндіретін цех, көмір қышқылдық цех және тазарту қондырғылары бар. Биооперейшн зауытында 1,5 мыңға жуық адам жұмыс істейді. 11 мың тұрғыны бар Тайынша қаласы үшін бұл ірі кәсіпорын. Көптеген шағын қалаларда сияқты мұнда да жұмыс табу мүмкіндігі көп емес. Сондықтан зауыт ашылғанда Асан Молдажан сияқты адамдар жаңа мамандықты оқып үйренді. Ең басына келгенде бізде бірінші старший оператор сияқты болды. Одан кейін мен оның қасында жүріп үйреніп алдым. Ол 1-3 айда ма солай. Содан кейін ақырын өзім бастап бәрін игердім. Онша қиын емес, айлығымыз тұрақты, әрқашанда өз күніне түседі. Осы жерде жұмыс істеуіме өте қуаныштымын. Карьерный рост на нашей компании, Біздің компанияда мансабының жоғарылауы тек адамның өзіне байланысты. Ондай адамдарды бірден білесің. Бізде еңбек жолын өте төменгі сатыдан, яғни дайын өнімді қаптаудан бастаған адамдар бар. Дегенмен олардың да еңбегі аса қажет, әрі маңызды. Қазір мұндай жандардың кейбірі өндіріс бастығы болып, жұмыс процесін ұйымдастырумен айналысуда. Которые уже организуют процесс, они прошли этот путь. Зауыт жұмыс беріп қана қоймай, әлеуметтік жобаларға жергілікті жерді абаттандыруға да қатысып, осы қала мен облыстың ажырамас бөлігіне, компаниямызда жұмыс істейтін адамдардың өмірінің бір бөлігіне және мақтанышына айналды. Таныстарым Қытайда болды. Осы заводтың жаңағы товарымен жұмыс істеп жатырмыз деп, глютенді жаңағы нені көрсетіп, мынау сендердікі ме, мынау сендер шығарып жатсыңдар ма деп. Біздікі мынау, біздің товар ғой, қалай барып қалды, сол Қытайға қалай барды деп. Конечно, көңілің қандай көтеріледі, сенің қолыңнан өткен жаңағы өнімдер шетелге барып жатса, алынып жатса. Әркімнің өзінің бір шетінде жүрегінде істеген жұмысының еңбегіне қуанышы болады ғой. Сондай қуаныш. Мен өте қуаныштымын. Мысалға, көшіп кетуге де балалар көшеге кетейік дейді, ал мен осы жұмысымды қимай жүрмін, кете алмай жүрміз. Әлем мұнай экспортына тәуелділікті төмендетуге тырысып, энергияның жаңа көздерін, оның ішінде жылдан жылға өзгеріп отыратын, әрі бидай сияқты егіндік алқаптарында өсірілетін, не басқа да био-шикізатты іздеуде. Бүгінгі күні кейбір елдерде аштық жайлап жатқанда астықты автокөлік бензин багында жағу көбімізге оғаш жөнсіз көрінуі мүмкін. Дегенмен нарықтың өз ережесі бар. Көптеген ел мен корпорациялар соңында арзан өнім алып, шикізатты аз жұмсайтын био-отын өндірісін дамыту технологиясына қаржы құяды. Ресми деректерге сәйкес 2020 жылы әлем бойынша орылған астықтың 9% биоэтанол өндірісіне жұмсалады. Этанолды қолданудың тағы бір тиімді жағы спирт жанғанда алынатын электроэнергиясы. Оны дайындауға кеткен энергиядан 34%-ға артық. Өңделген 1 шекше метр астықтан 290 литрге дейін таза этанол мен құнды жанама өнім алуға болады. Бүгінгі күні биооперейшн зауыты елімізде глютен мен крахмал. ТМД-да биоэтанол өндіретін жалғыз кәсіпорын. Еліміздің солтүстігіндегі шағын Тайынша қаласында Қазақстанның аграрлық саласының жаңа кезеңі басталды. Ондаған жылдар бойы Қазақстан бидайды экспортқа шығарып, дүние жүзіне ірі астық өндіруші мемлекет ретінде танылды. Енді астықты жаңа қырынан, яғни одан таза энергия алуға болатынын көрсететін уақыт келді. Бұл әлемдік отын нарығын жаулап алудың бастамасы.